Атырау облысы білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің Мерей Бөбекжай балабақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Нұғыман Манаев көшесі 52-ші үйде 2 қабатты ғимарат болып орналасқан. Балабақшаның ауласы толық көгалдандырылған. 130-дан астам теректер мен 40 гүлзарда гүл өсіп тұр. Балабақшада арнайы 6 топтың ағаш беседкалары, әр топтың балаларының жас ерекшеліктеріне сай үйшіктер, әткеншек, құмзарлар, сырғанайтын төбешік, отырғыш, темір доға аспалы, үлкен ойын алаңдары орналасқан. Балабақшада ыстық су мен салқын су қамтамасыз ету орталық су торабы үздіксіз келіп тұр. Балабақша ауласында түнгі жарық шамы және мекеме аумағын бойлай сыртқы ішкі бейне камералар орналасқан. Балабақша типтік деңгейде. Балабақшамыз 140 орындық, 6 топқа жасақталған. 5 қазақ тобы, 1 орыс тобы жұмыс жасайды. Мамандар толық қамтылған. Балабақшада 46 қызметкер қызмет атқарады. Оның 20-сы педагогикалық қызметкер. Балабақша тірек балабақшасы болып ашылған. Балабақша жетістіктеріне келетін болсақ, оқу жылдары аралығында педагогтар мен тәрбиеленушілердің еңбектері республика және облыс, аудан көлемінде танылған шығармашылық байқауларына қатысып, жүлделі орындарға иеленді. Қазіргі заманауи талаптарына сай оқу тәрбие ісі мемлекеттік жалпыға міндетті стандартты негізге ала отырып, ұлттық педагогика бағытта жетілдіруде. Әр топ заман талаптарына сай дамытушы орта 5 білім дағдысына сәйкес жасақталған. Ақбота кіші тобы. Заттық дамытушы орта балалардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыруға, танымдық зерттеу қызметін дамытуға, оларды сипаттай отырып, сөздік, тілдік қорларын дамытуға, заттардың көлемін, түсін, пішінін дұрыс жатқа айтуға дағдылануда. Орталықтарда ойындар ұйымдастыру барысында бір-бірімен достық қарым-қатынасты нығайтуға көп көңіл бөлінуде. Балапан кіші тобында балалар дамытушы ортаға бөлініп, өз беттерімен ойнауға дағдыланған. Білім беру саласы бойынша топтағы балалардың жас ерекшеліктеріне қарай қимылды ойындар ойналады. Осы ойындар арқылы балалардың қимыл қозғалыстарымен қатар ұсақ қол моторикасы дамып, тілдік қорлары жетіледі. Шығармашылық дағды бойынша балалар ою өрнектерді бастыра отырып, сурет салып, кинетикалық топырақ арқылы ұяшықтарға толтырып, әр түрлі пішін бейнелеуде. Танымдық және зияткерлік дағды бойынша балалар түстерді сәйкестендіріп, ой өрісін дамытуда. Тұлпар ортаңғы тобы балалардың жас ерекшеліктеріне сай безендірілген. Дамытушы орта ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында қазақ бұрышы да жасақталған. Танымдық зияткерлік дағды бойынша балалар көңілді пішіндер мен құрастыру ойын әрекетін дамытуда. Әркез бүлдіршіндер табиғат бұрышында жан-жануарларға күтім жасауға дағдыланады. Біздің басты мақсатымыз балаларды жан-жақты дамыту және жеткілікті деңгейде сапалы білім беру болып табылады. Көгершін ересек тобы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес әр баланың қызығушылықтарын, ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, көгершін ересек тобы балаларға тәрбиелеу мен оқыту үшін жайлы және қауіпсіз білім беру жағдайы жасалған. Баланың даралығы мен субъективтілігін қолдауға бағытталған дамытушы заттық кеңістік ортаны құрып, инновациялық әдістер мен технологияларды ұлттық құндылықтарына, отбасылық құндылықтарға, отаншылдыққа тәрбиелейді. Ересек ласточка тобында бағдарламаға сәйкес күнделікті жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі іздеу, зерттеу әрекеті, сумен тәжірибе жүргізу, дәстүрден тыс ою өрнектігу әдіс-тәсілдері, боямақ бояумен балалардың қол моторикасын жақсарту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, түстерді тануға және сәйкестендіруге үйрете отырып, шығармашылық орталықта балаларға сурет салуға, мүсіндеуге, бейнелеуге қолайлы жағдайлар жасалған. Құлыншақ ортаңғы тобы. Топ балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты жасақталған. Қабылдау бөлмесі,
балаларға қуанышты көңіл-күй сыйлайды. Әр баланың өзіне арналған киім сөрелері, сонымен қатар ойын ойнау кезінде балаларға ыңғайлы ойын орталықтарымен жасақталған. Шығармашылық дағдыларын зерттеу іс-әрекетін дамыту орталығындағы ойындар балаларға керемет көңіл-күй сыйлайды. Бұл меңгеруші бөлмесі 1992 жылы мекеме 6 топ 140 орындық болып ашылған. Сапалық қызмет көрсетуді басты бағыт ретінде ұстанған. Үлгілі ұжымның жеткен жетістіктері мен бағындырылған белестері аз емес. Әрбір топқа жағдай жасалған. Мультимедиа, бейне бақылау, камералармен жабдықталған. Біздің әдістемелік орталығымыз мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмыстардың басты бағыты оқу тәрбие процесін жүйелі жоспарлау. Жаңа технологияларды пайдалана отырып, балаларды дамытудың тиімді жолдарын қарастыру мақсатында түрлі жолдармен білімдерін толықтыру үстінде. Педагогикалық шеберлік ізденісте деген мақсатпен педагогтарымыз көптеген жетістікке жетті. Бұл біздің психолог кабинетіміз. Баланың қабілеттерін ашуда, дамуында, бойындағы икемдерін байқауда, баланың психологиялық және жеке тұлғалық дамудың алдын алуда, баланың қызығушылықтарын арттыру бағытында көптеген ойын түрлері жүргізілуде. Соның ішінде құм терапиясы, құрғақ және жұмсақ құм, арт терапиясы, тағы да басқа ойындар жүргізу арқылы балалардың зейіндері, қиял ойлары дамиды. Балабақшада қазақ тілі маманы топ бүлдіршіндермен, топтық және жеке ойын түрлерін өткізумен қатар, ауыз әдебиеті жанрлары, санамақ, жаңылтпаш, жұмбақтарды, ертегілерді үйретуде түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып отырады. Осындай жұмыстардың нәтижесінде Айгөлек балалар шығармашылығы фестивалінде сахналық қойылым номинациясы бойынша түрлі ертегілер дайындап, жыл сайын жүлделі орындар иеленіп жүр. Бұл дене шынықтыру залымыз. Дене шынықтыру залында балалардың дене шынықтырумен айналысуы үшін арнайы құралдармен жабдықталған. Дене шынықтыруға қызығушылықтарын арттыру, дене тәрбиесі процестеріндегі сауықтыру міндеттерін жүзеге асыру болып саналады. Дене нұсқаушысы ұлттық ойындарға балабақша бүлдіршіндерін де баулу үстінде. Ұлттық ойындар балабақшада балалардың дене шынықтыруын жақсартып, оларды ұжымдық жұмысқа баулиды. Бұл біздің түрлі шаралар болатын залымыз. Бұл жерде музыка жетекшісі әртүрлі аспаптармен күнделікті балалармен жұмыс жасайды. Бұл залда әр мерекеге сай шараларымыз өтіп, безендіріліп отырады. Жұмыс нәтижесінде бүлдіршіндеріміз республикалық, облыстық ән және вокалдық аспапта ойнауда жүлделі орындар алып жүр. Бұл медбике бөлмесі. Оқшаулау бөлмесімен қатар балабақшамыз арнайы медициналық бөлмелермен қамтамасыз етілген. Медбике бала денсаулығын сақтау мен нығайтуға жауапты маман. Балалар денсаулығын, құлақ, мұрын, ауыз қуыстарын тексеріп қарау және де балаларға арналған түрлі сауықтыру шаралар жүргізіліп отырады. Сонымен қатар алғашқы көмек көрсету үшін медициналық құралдармен, дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілген. Бұл біздің асхана. Асхана әртүрлі техникамен жабдықталған. Ыстық су, салқын сумен қамтылған. Қызметкерлердің жұмыс жасауына толық жағдай жасалған. Аспазшыларымыз бүлдіршіндерімізге дәруменге толы дәмді тағамдарын ұсынуда. Балалардың дұрыс тамақтануының сапасын қадағалап отыратын дәмбекеміз де бар. Бұл кір жуу мен үтіктеу бөлмесі. Кір жууға арналған автоматты машиналар және үтіктермен жабдықталған. Әрдайым ыстық салқын сумен қамтамасыз етілген. Бұл жерде төсек орындар мен қол орамалдары жуылып, үтіктеледі. Бала тәрбиесінде балабақша мен отбасы жұмысы бірлескен жағдайда ғана үлкен жетістікке жетеді. Отбасы құндылығы бірінші кезекте тұрады. Отбасы құндылықтарын дәріптеу үлкен ата-әжелерді, ата-ананы құрметтеу мақсатында тәрбиеленушілермен біріккен жұмыстар жүріп отырады. Балабақшамызда ата-аналармен бірлескен жас аналар мектебі, жас әкелер мектебі және қазыналы қарттарымызбен бірлескен жұмыс жоспарлары, шаралары өтіп отырады. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу,
кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалдыру балабақша мен отбасының бірлескен мақсаты. Қазақ елінің болашағы осы кішкентай бүлдіршіндерден бастау алады. Ендеше осы кішкентай бүлдіршіндерімізге тәлім-тәрбие беруде сіз бен біздің міндетіміз екенін естен шығармайтын Мерей Бөбекжай балабақшасы әрмен қарай өз жұмысын жалғастырады.